Сәлем достар, сіздермен Дана. Бүгін біз қалыңмалға немесе ана сүтіне арналған осындай әдемі конверт жасаймыз. Ол үшін бізге конвертіміздің основасы ретінде фетр матасын қолданатын боламыз. Қазір бізге қажетті өлшемді кесіп алатын боламыз. Бізде ені 23 см, ұзындығы 40 см. Қажетті өлшемімізді кесіп алғаннан кейін біз ұзындығы бойынша матамызды бір-біріне қаратып, бүктеп, қазір конвертіміздің әдемі форма беру үшін осылай сызатын боламыз. Бұл әрине өз қалауларыңыз. Бұдан басқа да форма жасап, немесе үш бұрышты етіп кесе салуға да болады. Мен осындай форманы таңдадым. Біздің конвертіміздің основасы дайын болды. Осы основаның үстіне паутинка арқылы қазір матамызды жабыстыратын боламыз. Матамыз шторный велюр. Тік төртбұрыш кезінде осындай конверттің формасын кеспей тұрып та жабыстырып алуға болатын еді, бірақ мен кесіп қойдым. Енді қазір осылай паутинканы конверттің формасымен бірдей етіп кесіп алып, қазір үстінен қызыл матаны үтікпен басып жабыстыратын боламын. Бізде шторный велюр матасы ворс болады. Бұл жерде міндетті түрде ворсқа қарсы үтіктемейсіздер. Ол жағынан кішкене аккуратный болу керек. Осылай аккуратно үтікпен басып, біздің матамызбен фетрімізді жақсылап жабыстырып аламыз. Матамызды жабыстырып алғаннан кейін осылай біздің конвертіміздің формасын қайталап кесіп шығатын боламыз. Келесі этап біздің дайын болған жаңағы формамыздың шеткі бөліктерін оверлокпен тігіп шығамыз. Ролевой шовпен тігіп жатырмын мен. Если сіздерде оверлок болмаса, зигзаг тігісімен тіксеңіздер болады. Немесе қолмен даже зигзаг ретінде қолмен ине жіппен тігіп шығуға да болады. Негізі біздің фетріміз мата екеуі плотно жабысып тұр. Бұның шеті ашылып та кетпейді, жіптері сетінеп те кетпейді. Просто бізге әдемілік үшін тігіс жүргізіп шығамын. Енді біз осы конвертімізді қазір қалай дұрыс болады, ақша сиятындай етіп осылай бүктеп аламыз.
осы екі шетіне машинкамен тігіс жүргіземіз. Машинка болмаған жағдайда аккуратно қолмен тігіп шығуға да болады. Біздің конвертіміз дайын болды. Негізі енді әсемдеу процесі болады. Бұл жерде енді өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты. Мен мынандай метражный болып сатылатын осындай моншақтарды клейлеп шығатын боламын айландыра. Моншақтарымыздың бәрін айландыра клейлеп шыққаннан кейін осылай орта жағына да кішкене әдемі қылып әсемдемекшімін. Кристалл тастарды жабыстырам және үкімен. Бұл жерде енді сіздер басқа тойлар болып жатса или басқа бір поводпен беретін конверт болса, онда әртүрлі просто ою немесе просто тас или болмаса термо наклейкалар сатылады. Вышивкамен сондай жабыстырсаңыздар да болады. Бұл тоже өз қалауларыңызбен. Мен енді қызға қалың мал немесе ана сүті берілетін конверт болғандықтан осылай ақ үкіні қолданып жатырмын. Үкіні клейлеп алдым, оның үстінен осылай қызыл үлкен кристалл тасын жабыстырдым. Екі жанына да қазір клей жағып, осындай екі ақ кристалл тасын жабыстыратын боламын.
Біздің конвертіміз дайын. Ендігі этап мынау ішкі конверттің жабылуы үшін кнопканы қолданамыз, немесе липучка дейді ғандай бір-біріне жабыстырып тұратын лента болады, сондай соны қолдансақ болады. Липучка болса, оны клеймен отырғызамыз, ал кнопка болса, бұл жерде тіккен дұрыс. Өзінің арнайы тесіктері бар, сол арқылы қолмен ине жіппен тікетін боламыз. Осындай әдемі конверт дайын болды. Ұнаса лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар, каналға тіркеле кетіңіздер. Әлі түрлі мастер-класстармен бөлісетін боламын.